Жалпы облыс бюджетінің көлемі өткен жылы 64%-ға өсіп, 428 миллиард теңгені құрады. Облыстың 2023-2027 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспары қабылданып, инвестицияға көлемі 1,9 триллион теңгені құрады. Жоспарға 102 іс-шара кіреді. Өткен жылы облыс бойынша жалпы өнім көлемі 3 триллион теңгеге жетіп, 5,8% өсіп, республика көлемінде облыстың үлесі 2,5%. Қысқа мерзімді экономикалық индикатор 2023 жылы облыс бойынша 105,6% өсімді көрсетті. Былтыр облыс экономикасына 132,7% өсумен 568,9 миллиард теңгеге инвестиция тартылды. Бюджет көлемі 64%-ға өсіп, 428 миллиард теңге құрады. Негізгі көрсеткіштердің қарқынды өсуі әлі де сақталуда. Өткен жылы облыстың 2023-2027 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешен жоспары қабылданды. Оған инвестиция көлемі 1,9 триллион теңгені құрайды, 102 іс-шара енгізілді. 2023 жылы 89,2 миллиард теңгеге 46 шараны іске асыру басталды. Оның ішінде 14 миллиард теңгені құрайды, 3 іс-шара аяқталды. 43-і 2027 жылға дейін әртүрлі мерзімге ауысады. Қытайды Еуропа елдерімен байланыстыратын Аягөз-Тачен темір жолы да өз серпінін береді. Семей-Тачен-Семей әуе қатынасын ашу бағытында жұмыстар жүргізілуде. Бұл өңірде туризмнің дамуына ықпал етпек. Сондай-ақ өткен жылы Семей қаласында жалпы ұзындығы 24 шақырым жылу желілері жаңартылды. Биылғы жылы жылу жүйесі бойынша 9 жобаны жүзеге асыру жоспарда тұр. Соның өзінде үлкейту керектігі қандай? Жаңағы расширение налогооблагаемой базы кеңейту керек. Ол үшін кеңейту үшін бізде қолымызда көптеген мүмкіндіктер бар. Басқа салықтарды қарамағанда мүлік, көлік, жаңағы жер салықтарын алғанның өзінде әкімшілендіру арқылы жаңағы бір мүлік салығын айтқанда Семей қаласы бүгінгі таңда бұрынғы Семей емес, қазір облыс орталығы көркейіп келе жатқан қаламыз. Соған сәйкес жалпы жеке тұлғалардың мүліктері, өнеркәсіп саласы бар ма, бизнес бар ма, бәрі қайтадан бағалануға тиісті. Оған әртүрлі мекемелермен бірлесе отырып, қаражат бөліп, оның құнын үлкейтіп, және ставкаларды пайдалана отырып, біздер кірістер облыс бюджетіне бірнеше жүздеген, мүмкін миллиардтаған кірістер әкелуге жол береді деп есептейміз. Сондықтан да осы мәселені бірнеше рет қозғап, біздер оларға нұсқама беріп, тиісті мәселелер қозғалды. Сонымен қатар айта өте маңызды көрсеткіш ол бюджет қаражатын игерудің жоғарғы деңгейі 99,19% құрады. Бұл бөлінген бюджет қаражатының барлық жоспарланған мақсаттар мен жобаларға сәйкес пайдаланылатындығын білдіріп отыр. Енді ұлттық қаражаттан бөлінген, қордан бөлінген қаражатқа, республикада бөлінген қаражат 80 миллиард және республика 40 миллиард инвестиционный проекттарға бөлінген 225 проект іске асырылды. Бұның бәрі жаңа аталып өтілді. Сессия барысында сондай-ақ 2024 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті бекіту туралы салық бюджет саясаттың негізгі бағыттарын және Абай облысының даму бағдарламасын іске асыру туралы мәселелер қаралды. Камила Нартова, Галежан Сәкенов, Марат Сагимбаев, ТВК-6 телеарнасы.